Баршаға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер үйретемін. Үйрену өте оңай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай шахмат құрағын үйрететін боламын. Ол үшін біздіңге ең бірінші құрағымызға қажет 27-27 астарлық қажет, және оның ортасын сызып дайындап алдым. Ең бірінші құрағымызға құрақ көзі қажет. 5-5 сантиметрден 2 жасыл, 5-5 сантиметрден 2 көк матамыз қажет. Және ені 4 сантиметр қызыл және ақ және қызыл мата жолақтары қажет. Және біздерге қажет болады ені бұлай 4 сантиметр, бұлай 5 сантиметр болатын 6 шаршы қажет. Және ені 4 сантиметр, бұлай 5 сантиметр болатын 6 көк түстен шаршы қажет. Бұл жаңа біздің құрағымызға узор беретін түр. Оны жаңа құрақтың барысында түсіндіріп айтам, менімен бірге құраңыздар. Және де бізге осындай бір көсок ақ түсімізден және қызыл түсімізден мата керек. Оны жаңа құрағымыз біткен кезде көрсетем. Міне құрақ көзімізді осылай бір-біріне осылай тігіп аламыз. Және міне тігіп алдық. Енді осы түсімізді осылай тігіп аламыз бір-біріне. Міндетті түрде құрақ басталғанда қателікті бересіздер. Міне құрақ көзі шықты, көк пен жасыл түсімізді. Енді осы құрақ көзін астарлыққа тігіп аламыз. Міне тігіп алдық құрақ көзімізді. Енді бізге ақ түсіміз қажет. Бірінші ақ түсімізді тігіп аламыз. Енді сіздерге көрсетем. Мына жерде көк түсіп келіп тұр ғой, сондықтан мен жаңағы қызыл түсімізге көк шаршымызды тігіп аламыз бірінші. Мен тігіп алдым көк шашымды. Енді ақтың тұсына тігеміз.
Енді ақ түсімізге жасыл келіп тұр ғой, жасыл құрақ көзін тігіп аламыз. Жайлап шығып келе жатыр. Енді мына жерге қызыл түсімізді тігеміз. Қазір сіздерге көрсетем бірінші. Ең бірінші қызыл шаршымызға көк, мына жерге көк түсіп тұр. Көгін жалғайым, көк түсімізді. Енді өлшейм. Қазір. Көк түсімізді бұлай өлшейм. Мына жерге уже мына жерден қайтадан қызылымызды кесіп тастаймыз. Мына жерлерден бер жағында уже жасыл жалғаймыз. Жасыл түсімізді жалғаймыз. Сол кезде осылай түседі. Қиын сияқты болып көрінеді, ешқандай қиын емес. Бір үйреніп кетсеңіздер оңай. Міне қазір көрсетем сіздерге. Міне құрағымыз шығып келе жатыр. Енді қайтадан ақ түсімізді бірінші былай тігіп аламыз. Асықпай, шатыспай құраңыздар. Қорықпаңыздар, әдемі шығады. Енді бізге біз бірінші қатарында қызыл түсті, тағы да қызылға мынадай көкті жалғап аламыз бірінші. Мен сіздерге шатысып кетпеу үшін үйретіп көрсетіп жатырмын қайта-қайта. Мен жалғап алдым қызыл түсімді. Енді бұны тігем.
шығып келе жатыр. Көздің жауын алатын әдемі құрақ. Енді мына жерге жаңағы ақ түсімізге жасыл түсімізді кішкентай бөлігімізді жалғаймыз. Мен жасыл түсімізді аққа тігіп жатырмыз. Міне екінші қатарды, міне бірінші қатар былай тіктік, енді екінші қатарды тігіп жатырмыз. Енді қызылға сізге көрсетемін. Қызыл түсімізге көкті жалғап аламыз бірінші. Мен қызыл түсімді таза мақпалдан алдым. Өлшеп алам. Міне, өтіп қойып алам да, мына тұсқа келген кезде қиып тастаймын. Енді міне бөлігіне жасыл жалғайым. Енді осыны мына қатарымызге тігеміз. Міне, мен сіздерге екі несін, бірінші қатарын, екінші қатарын осылай тігіп көрсеттім. Енді осылай үшінші қатарын тігеміз. Және үшінші қатарын енді тағы бір қатарын тігеміз. Жаңағы менімен бірге осылай қарап, ұқыпты түрде қарап, қайталап құраңыздар. Міне, құрағымызды тігіп алдық. Құрақ көзінен кейін былай үш қатар. Міне, құрағымызды тігіп алдық. Енді бізге жаңа сіздерге айттым, төрт бұрышты қажет болады мата жолағы деп. Міне, ақ қызыл түсімізден 19-да 19 осындай бір шаршы, және ақ түсімізден 19-да 19 бір шаршы қиып алдық. Енді осы шаршыларымызды ортасынан қиып аламыз. Мен сызып дайындап алдым. Міне, менің бұрынғы ұстап келетін, осыдан 10 жыл бұрын ұстап келе жатқан қайшым номері 10-дық. Және мен 9-дық, номері 9-дық қайшы алдым. Міне, ұстауға жұмсақ мына жерлері. Бұл Уайлверстен алдым. Бұл жаңа Уайлверстен алсаңыздар тиімді сіздерге қайшылар. Міне 10-дық, міне 9-дық разницасы бар.
және мына жаңағы қызыл 19-да 19 қызыл шашымызды кесіп аламыз. Бұны мен қызыл түсімізді таза мақпалдан алдым. Енді міне құрағымызды ақ түскен жеріне қызыл түсімізді қоямыз. Енді тігіп аламыз. Сіздерге алдын ала көрсетейін. Не істейін? Оңай болу үшін біз айналдыра тігіп шығамыз шаршымызды. Дайын. Міне айналдыра тігіп алдық. Және мына қызыл түсімізді ақ түсіміз жағымызға қоямыз. Және осыны осылай тігіп аламыз. Міне тігіп шықтық. Енді мына жағымызға, қызыл жағымызға ақ түсті тігеміз. Міне ақ түсімізді тіктік. Енді міне қайтадан қызыл түсімізді тігеміз. Енді міне қызыл түсімізді тіктік. Енді қызыл жағына ақ түсімізді тігеміз. Міне құрамыз. Енді мына артықтарын кесіп тастаймыз мындай жерлерін. Міне құрағымыз дайын болды. Размері 33-та 33. Және сіздерге айтатыным, мына мен жанына қызыл түспен ақ түсті салдым. Оны салмай-ақ, осы мына түрінде мен 3 қатар қылып қойдым ғой. Оны сіздер 4 қатар, 7 қатар, 8 қатар қылып, жаңа өзіңізге керек көлемді үлкейтулеріңізге болады. Ал енді мынадай осындай бұрыштарына осындай шаршыла шарғыңыз келсе, мысалы 4 қатар, 5 қатар қылып істесеңіздер, шаршыла шарғыңыз келсе, мына шеткі несін өлшеп аласыздар да, сол бойынша размері өзгере береді. Бұрышында салынатын материалдардың, шаршылардың размерлері өзгереді, соған байланысты есептеп аласыздар.